Саламатсыздар ма? Біздің Абдувалиева клиникасында бас аспазшы болып жұмыс жасаймын. Бізде бүгінден күнделікті беретін нелеріміз, бірінші мальхам береміз. Мальхам дайындап, диета ұстағанда ішетін мальхамымыз мынау болады. Бізде күнде әр түрлі кашалар жасалады. Сосын бүгінгі жасаған кашамыз мани каша. Сосын нан жабылады. Нанды күнде жабамыз. Бізде диетический қара нанымыз, қолда жабылатын нан. Осы біздің нанымыз. Күнде біз пациенттерімізге компот береміз. Компотымыз бар. Күнделікте ішіп отыратын компоттары. Основной диетический тамақтар болады бұл жерде. Азанға таңғы астарыңыз бұл. Нанның құрамында не бар? Бұның нанның пайдасы неде? Нанның құрамында клетчаткалардан істеліне ма бұл нан? Үшінші сұрыпты нан, да? Екінші сорт. Екінші сұрыпты нан. Бұл клиниканың өзінде жабылады нан. Диетический бұл қанты барларға, диабетпен ауыратындарға өте пайдалы. Енді малхам күні азанда аш қарынға ішіледі. Малхамнан кейін не бересіздер? Артынша обедке дейін ештеңе желмейді. Чай, ақсу ішуге болады, қайналған ақсу. Сосын обедте қатты қан ашып кетсе, біз айран көже дайындаймыз. Айран көжеміз бар. Күнделікті айран көже ішіп отырады. Ал кашаны қай уақытта жейді? Кашаны основной диета ұстамағандар кашаны жейді. Компотты да өздеріңіз қайнатасыздар, да? Компотты қолдан жасаймыз, алмадан болған компот. Ал түскі кешкі астарға бұл жерде основной жаңағы негізінде диеталық тамақтар. Негізінде сол бүгін переловка жасап жатырмын. Ол қою тамақ сорпасымен жасалады. Азырақ үстіне сорпа қосып. Емделушілердің көңілінен барлығы шығады. Жақсы, рахмет сізге үлкен. Түскі тамағыңызда келіп түсіріп кетсек.